Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен біз 16 топтың бейметалдарын бастайтын боламыз. Яғни ең бірінші бәріміз білетін оттектен бастаймыз. Оттектің периодтық жүйедегі орналасуын периодтық жүйеден қарастыратын болсақ, ол негізі екінші периодта 16 топта орналасқан. Яғни бұл топты 16 топта халқогендер деп те атайды. Атомдық номері 8 және салыстырмалық атомдық массасы 16. Енді оттектің атомдық құрылысына қарайтын болсақ, оның 8 протоны, 8 электроны және 8 нейтроны бар. Электронды конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p4. Бұл жерде тірейді моделіне қарайтын болсаңыздар, бірінші энергетикалық деңгейде 2, екінші энергетикалық деңгейде 6 электроны бар. Оттектің енді кеңістікте орналасуы, яғни валенттілік электрондары орбитальда орналасқан оттек молекуласы O2 түрінде болады және екі атом ковалентті байланыспен байланысқан. Оның тағы да бір түрі бар оттектің, яғни озон. Жалпы оттектің 3 изотопы бар, яғни оттек 16, оттек 17, оттек 18-ден көп таралғаны осы оттек 16. Ашылу тарихына келетін болсақ, оттекті алғашқы ашқан ғалымдарға Карл Шелле, содан кейін Джозеф Престли жатады. 1774 жылы осы Джозеф Престли оттекті таза күйде алған болатын, ал Антони Лавуазье бұл элементті оксижен деген атап берген. Табиғатта оттек өте көп таралған, яғни атмосферада болады, суда болады, минералдарда және тірі организмдерде кездеседі. Жер қыртысының шамамен 49% оттектен тұрады. Ал алыну жолдарына келетін болсақ, өнеркәсіпте оттекті сұйық ауаны бөлу арқылы алынады. Зертханада калий перманганатын қыздыру арқылы немесе сутек пероксидін ыдырату арқылы оттек газын алады. Бұл жерде реакция теңдеуден қарап көрсеңіздер болады. Енді физикалық қасиетіне келетін болсақ, оттек негізі түссіз, иіссіз, дәмсіз және суда аз ериді. Ауада сәл ауыр, қайнау температурасы -183 Цельсий градус. Химиялық қасиетіне келетін болсақ, яғни ол металдармен әрекеттесіп оксид түзеді. Бейметалдармен да әрекеттесіп қышқылдық оксид түзеді. Сонымен қатар ол сутекпен әрекеттесіп су түзеді. Және оның қосылыстары да көп, яғни су, бәріміз білетін H2O, көмірқышқыл газы SO2, күкірт диоксиді SO2 және темір оксиді темір 2O3. Сонымен қатар енді оттектің қолданылуы медицинада, тыныс алу аппараттарында, өнеркәсіпте, металдарды кесу және дәнекерлеуде, ғарыштық техникаларда, ракета отыны ретінде су тазартып сусыз су тазартып оттекті қолданылады. Оттек туралы осы қызықты және тың мәліметте қарайтын болсақ, атмосферада 21% оттек бар. Оттекті жану процесіне қолдайды. Озон қабаты жерді ультракүлгін сәулелерінен қорғайды. Сонымен қатар тірі организмдер тыныс алу үшін оттек өте маңызды. Зертханада оттекпен жұмыс жасаған кезде жанғыш заттардан алыс қою керек, жоғары қысымнан сақ болу керек, арнайы жабдықтарды қолдану керек. Оттекті жану, өйткені оттек жануды күшейтеді. Енді оттек болашақ үшін өте маңызды, себебі ол медицинада, ғарыш зерттеулерде, экологияда, энергетикада оттек тіршілік үшін өте маңызды элементтердің бірі болып қала береді. Сондықтан оттек өте маңызды. Жалпы бүгінгі сабақ туралы түсінбегендеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, астыға жазып өтіңіздер комментарийге және төменде сілтемеде берілген тест пен тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.